Үнемі шөлдеп жүресіз бе? Бұл ағзаның дабыл қоңырауы болуы мүмкін. Баршаңызға сәлем. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жаза отырыңыздар. Үнемі шөлдеп жүру бұл алаңдатарлық белгі. Хирсланден диагностикалық орталығының бас дәрігері Анна Эрат бұл симптом қандай ауруларды көрсетуі мүмкін екенін айтты. Орташа алғанда ерлер мен әйелдерге күніге 1,5-2 литрге дейін су ішу қажет. Кейде бұл мөлшер сіздің қанша жаттығу жасайтыныңыз бен қаншалықты терлейтініңізге байланысты өзгеріп отырады. Ал егер физикалық белсенділігіңіз қалыпты деңгейде болып, сіз қатты терлемей күніне 3-4 литр су ішсеңіз, бұл денсаулыққа кері әсер етуі мүмкін. Өйткені сұйықтықты тым көп мөлшерде қабылдау қанды сұйылтып, салдарынан ағзада тұз аз болады және жылдам жуылады. Шөлдеу сезімін арттыратын әртүрлі аурулар бар. Және ең көп тараған түрі қант диабеті. Осылайша ағза қандағы қант концентрациясын төмендетуге тырысады. Сондай-ақ шөлдеу сезімі басқа аурулардан қоректік заттардың жетіспеушілігінен немесе тіпті қатерлі ісіктерден туындауы мүмкін. Сондықтан мұндай белгіні байқасаңыз, бірден дәрігер кеңесін алыңыз. Қант диабетімен күресуге көмектесетін тағамдар тізімі: сұлы ботқасы, жаңғақтар, даршын, авокадо, тәтті қызылбұрыш, тары, балық, бұршақ, құлпынай, сарымсақ. Видеоңызға лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламат болыңыздар.